жаққа апаршы қайта. Қараса шей, айналайын қараса өзіне. Өтініш, бірақ жұмыстан шығармаңызшы, мен сізден өтінем аға. Емес, өзің төлейсің теңге, дәл қазір төлейсің. Аға, менде қазір ақша болмай тұр. Жұмыстан шығармай қойшы, осы маған. Ассалаумағалейкум. Қуат аға сіз ба? Қалайсыз? Аманбысыздар, жақсымыз. 7-6 бала шаған әкесі, дұрыс па? Сіз жақсы адамсыз ғой. Жыламаңыз аға. Қуат ағамызға қарекет қорына үйленеміз міне. 6 бала шағаның әкесі міне. Кешірім шаға енді бұлай ойнату керек болды енді. Рахмет қазақ еліме, қазақ халқына, қазағым деп соққан жүректеріне алғысым шексіз. Арманыңды айтшы, бәрін айтшы. Бәрін айтшы. Аяғы жазылып кетсе, соны қалайын. Мен мехнат бес бармақтан боламын. Ташкенттен келдім. Жаңағыда қазақтың ұлттық тағамын мехнат бес бармақта ашқамын. Семейный ағайын туыстарыңыз барлығын мен өзім қонақ қылып берем. Маған келіңіз, Абдурасул қайдасың деп айтсаңыз, мен сізді күтіп аламын. Өзім машинаммен Ташкентті айналдырамын. Алла казай шайларына сізге мені. Шай ішесіз аға. Шай ішесіз, жеңгенмен ішесіз, жеңгенмен. Құрметті көрермендер, сіздер ойлайтын шығарсыздар, неге бұл үйді бұлай бере салмасқа? Олай да болады, дұрыс айтасыздар. Бірақ егер біз бұндай пранк ретінде жасамайтын болсақ, бізде қаралым аз болып, көп адам қарекет қорын көрмей кетеді. Осы видеоға лайк басып, қолдап бір-біріңізге жіберіп, көбірек қаралым болса, қарекет қоры көтеріліп, көп адамдарға осылай жәрдемін көрсетеді.